Баршаға сәлем достар, әлемдік танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы назарларыңызда. Бүгін көпшіліктің сұранысы бойынша актер, продюсер Форсаж киносы арқылы миллиондаған көрерменнің көзайымына айналған және менің сүйікті кумирім Пол Уокер туралы қызықты ақпараттар беретін боламыз. Өкінішке орай бұл актер қазір өмірде болмаса да, оның артында қалған қызықты фильмдер мен игі істері ұмытылмас естеліктер болып қалды. Осы видео арқылы барлығын толықтай айтып өтеміз. Әзірге арнамызға жазылып, лайк басып, қолдау көрсете отырыңыздар. Пол Уильям Уокер 4-ші 1973 жылы 12 қыркүйекте Американың Калифорния штаты Глендейл қалашығында өмірге келген. Оның әкесі Пол Уильям Уокер 3-ші бизнесмен, ал анасы Шерил Краптри модель болған. Пол отбасында тұңғышы өзінен кейін Калеб және Коди есімді інілері Эшли мен Эми деген қарындастар бар. Полдың бойында ағылшын, ирландық және немістің қаны бар. Оның актерлық мансабы небәрі 2 жасында Памперстің жарнамасынан бастау алған. Әрмен қарай телевизиялық роликтерде, жарнамаларда рөл сомдайды. Ал кино әлемінде 13 жасында келіп, алғаш рет шкафтағы Монстр фильмінде рөл сомдаған. Мектеп қабырғасында оқу мен түсірілімнен бөлек спортпен де шұғылданады. 17 жасында Чарльз жауап берді, мұнда кім бастық, жас әрі жасампаз, ақмақтық деген бірнеше фильмдерге түседі. 1991 жылы Пол Христиан мектебін аяқтаған соң теңіз биологиясы мамандығына оқуға түскісі келеді. Себебі ол мұхит түбін зерттеуге бала кезінен қызығатын. Әйгілі зерттеуші Жак Кустоның жанкүйері болған. Осылайша Калифорния штатындағы колледжде биология мамандығы бойынша білім алады. Алайда актерлық мансабы оны елге танытып, жаңа шақыртулары ықпал етеді. Көп замай актерлық жолды қуғаннан кейін оқуды да тастап кетеді. Бұл уақытта Полдың пикап көлігі болды. Бір қызығы, осы көлік жолда бұзыла бергеннен үнемі кастингтерге кешігіп баратын болған. 1994 жылы Пол Уокер Тэмми және T-Rex фильміне түседі. Тіпті осы киноға түскен актриса Денис Ричардспен аз уақыт кездесіп жүреді. 1996 жылы Періштенің жанасуы, 1998 жылы Дидлстарды қарсы алыңдар комедиясында жаңа образдарды сомдайды. Одан кейін Плезантвиль драмасына шақыртып алады. Фильм прокатта сәтсіздікке ұшыраса да актердің танымал болуына ықпал етті. Айтпақшы, 1998 жылы актер Пол Уокердің Мидоу Рейн есімді қызы өмірге келеді. Оның анасы Ребекки Сотерос. Пол мен Ребекке бала кезден таныс, уақыт өте кездесе бастаған, алайда неке құрмаған. 1999 жылы Пол Уокер студенттік команда фильміне түсіп жүрген кезде актриса Близ Элиспен танысып, 1 жылдан астам уақыт кездесіп жүреді. Әрмен қарай мұның бәрі ол Сүйек, Қираған сарай фильмдерінде жаңа образдарды сомдайды. Актер фильмдерге жиі түссе де қомақты табыстап алмады және қарыздарынан құтыла алмады. Тіпті гаражда түнеп жүреді. Алайда 2001 жылы оның өмірін өзгерткен фильм кино экрандарға шықты. Пол Уокерді әлемге танытқан кино туынды бұл Форсаж киносы болды. Көшедегі көлік жарыстары туралы түсірілген фильмде ол Брайан О'Коннер есімді полицияшының рөлін керемет сомдап шығады. Фильм тек Америкада ғана емес, көптеген елдерде жоғары бағаланды. Осылайша $38 миллион қаражат жұмсалған франшиза әлем бойынша $207 миллион табыс тауып бәрін таңғалдырады. Ал актер Пол Уокер $1 миллион көлемінде қаламақы алады. Осы кинодағы серіктесі актер Вин Дизель екеуі экрандағы үздік команда деген номинацияны жеңіп алады. Фильм премьерасы кезінде Пол Уокер журналистерге сұхбат беріп, жақында ғана мен гаражда қонып жүредім, ақшамда жоқ еді дейді. Негізінде Пол бала кезден көлікті жылдам айдауды ұнатады, себебі оның атасы гонщик болған. Сондықтан ол жылдам айдауды атасынан үйренген. Сәттілікке қадам басқан актер басқа да фильмдердің кастингтеріне қатысып көреді. Алайда сәтсіз болады. Мысалы, Періштелер қаласының спецназы фантастикалық 4-тік фильмдеріне де үміткер болған. Ал Жұлдыздар соғысы фильмде өз еркімен қатты түскісі келген екен. Сол жылы актер басты рөлде ойнаған «Ничего себе поездочка» трейлерді экрандарға шығады. Ужас жанрындағы бұл фильмде де көрермендер жақсы бағалады. Форсаждың 1-ші бөлімі жақсы табыс тауып өз көрермендерін тапқан сәтте, 2-ші бөлімін түсіру жұмыстары басталып кетеді. Бұл жолы актер Пол Уокер Тайрис Гибсонмен басты рөлді ойнайды. Осы кинодан соң Тайрис екеуі жақын достасып кетеді. Форсаждың 2-ші бөлімі де сәтті франшиза ретінде жақсы табыс тапты.
Ал Пол Уокер 7 миллион доллар қаламақы алды. Айтпақшы, осы кинодағы Nissan көлігі актердің жеке өзінікі. Әрмен қарай актер Ноэл уақыт тұзағында фильмдеріне түссе, актриса Джессика Альбамен бірге Жұмаққа қош келдіңіз триллерінде жаңа образға енеді. Бұл образ Полға қатты ұнады, себебі сюжет бойынша көп сахналар теңіздің астында түсіріледі. Ал теңізге түсу Полдың бала күнгі арманы болатын. Сценарий түсірілім жұмыстары сапал болғанмен бұл кино өз қаражатын ақтамады. Дегенмен актер 8,5 миллион доллар қаламақысына ие болды. Айтпақшы, актер осы киноның түсірілімінде Джессика Альбамен құпия кездесіп тұрған деген ақпараттар бар. Пол Уокердің актерлық мансабындағы тағы бір шарқ еткен рөлі Белый плен, яғни ақ тұтқын драмасындағы образы болды. Сюжет бойынша қар құрсауында шаңғыға тиелген иттермен жолға шыққан жігіттің оқиғалары бейнеленген. Бұл фильмді көпшілігіңіз көрген боларсыздар. Сәтті шыққан туынды әлем бойынша 120 миллион доллар табыс тапты және ең үздік фильмдер тізіміне енді. Ал келесі шыққан Артқа қарамай жүгір боевик киносы мүлдем табыстап алмады. Одан кейін түскен Әкеміздің байрағы тарихи драмасында екінші пландағы рөлдердің бірін сомдаса, Подстава триллерінде басты рөлге алынады. Ал жеке өмірінде өзінен 16 жас кіші Жасмин есімді қызбен кездесіп жүреді. Олар 5 жылдай кездесіп жүрсе де айырылысып кетеді. 2007 жылы актерға Америка тарихы комедиялық драмасында эпизодтық рөл бұйырады. Ал Жұмақ жобасы боевик киносында басты рөлде ойнайды. Алайда көрермендер асыға күткен бұл Форсаждың 4-ші бөлімі еді. Бұл жолы актерлар құрамында ұлғайып жаңа экшн сахналар түсіріледі. Пол Уокер мен Вин Дизель түсетін төбелес сахналарын көбінесе каскадерлар ойнайды. Вин Дизельдің өзі продюсерлік еткен 4-ші бөлім әлем бойынша 360 миллион доллар табыс табады. 2010 жылы актер рейдерлік ұрылар криминалды киносында басты рөл сомдайды. Негізінде бұл киноның түсірілімі 2008 жылы болған, алайда 2 жылдан соң жарыққа шығады. Сол жылы актер National Geographic таспалаған акула туралы құжатты фильмге түседі. Түсірілім жұмысы Мексикада өтеді. Бұл уақытта актер көптеген қайырымдылық іс-шаралардың басқасында болып қолдау көрсетеді. Тіпті Чилиде болған жер сілкінісі кезінде зардап шеккендерге көмектесу мақсатында өзінің медициналық тобын алып барады. Осылайша 4-5 аймаққа барып медициналық көмек көрсетеді. 2011 жылы актер көпшілік асыға күткен франшизаға қайта оралады. Бұл жолы Форсаждың актерлар құрамында Пол Уокерден бөлек Дуэйн Джонсон, Вин Дизель, Сон Ган, Лудакрис, Тайрис Гибсон және тағы да басқалар болды. Фильм кинопрокаттан 626 миллион доллар табыс тауып келесі сәттілікке қадам басады. Оның артынша Пол Уокер уақытты жеңу және Ломбард шежіресі криминалды фильмдеріне түседі. 2013 жылы Universal кинокомпаниясы Форсаж киносының 6-шы бөлімін киноэкрандарға шығарады. Бұл жолда гонщик жігіттердің образын сомдаған актерлар құрамы төбелес сахналары жоғары дәрежеде болып, әлем бойынша 788 миллион доллар табыс табады. Актер Пол Уокер осы киноның түсірілімі кезінде кабельге аяғы оратылып жарақат алады. Осылайша 2 апта жарақатымен киноға түсіп жүреді. Ал түсірілім толықтай біткеннен соң аяғына ота жасатады. Пол Уокер бұл кинодан 15 миллион доллар қаламақыға ие болады. Айтпақшы, Пол мен Вин Дизель осы кинодағы образдар үшін экрандағы үздік дуэт номинациясын жеңіп алады. Сол жылы актер басты рөлде ойнаған Тачка номер 19 фильмі шығады. Өкінішке орай 2013 жылдың 30 қараша күні актер Пол Уокер 40 жасында жол апатынан қайтыс болады. Бұл жағдай отбасы үшін де, достар мен жанкүйерлер үшін де ауыр тиді. Актер сол күні Хайян тайфунынан зардап шеккендерге көмектесу мақсатында өзі құрған қайырымдылық қордың кешіне қатысады. Іс-шарадан соң Роджер Родас есімді гонщик досымен бірге қызыл түсті Porsche Carrera GT көлігімен үлкен жылдамдықта келе жатады. Осы уақытта досы Роджер көлікті басқара алмай жол шетіндегі талға соғысып, көлік тез арада өртеніп кетеді. Ақпараттарға сенсек, сол күні Калифорнияда жаңбыр жауып, асфальттер дымқыл болған. Осылайша қатты жылдамдықпен келген көлікті тайдырып жіберген. Негізінде актер көлік ішінде аз уақыт тыныс алып жатқан, алайда 2 минуттан соң көліктен өрт шығып, аман қалу мүмкіндігі болмаған. Актер қайтыс болған кезде жанкүйерлері, достары келіп гүл шоқтарын қойып көздеріне жас алады. Әсіресе өмірлік досына айналған актер Тайрис Гибсон Полдың қазасына сенбей сол жерде ұзақ уақыт жылап тұрады. Бұл мезгілсіз қаза Форсаж 7 киносының шығуына тосқауыл қойды. Себебі актер 7-ші бөлімнің бірнеше сахнасына түсіп қойған еді.
Universal кинокомпаниясы осы жағдайға байланысты түсірілім жұмыстарын тоқтатады. Ал киноэкрандарға Пол Уокер соңғы рет түскен 13-ші район кирпичный особняк киносы шығады. Бұл фильм сол баяғы 13-ші район киносының ремейк нұсқасы еді. Пол Уокер бұл киноға 2013 жылы түскен еді. Алайда фильм премьерасы 2014 жылы болып өтеді және көрсетілімнен $70 миллион табыс табады. Сол жылы актер Вин Дизель Форсаж киносының 7-ші бөлімін шығатын және осы бөлімі актер Пол Уокерге арналатынын хабарлайды. Бұл жаңалық көрермендер үшін қызық болды, себебі кинодағы Брайан О'Коннердің бітпей қалған образы бәрін қызықтырады. Дегенмен Пол Уокердің образын оның інілері Коди мен Калеб Уокер сомдайды, ал Universal кинокомпаниясы екі інісінің бет-әлбетіне компьютерлік графика арқылы Полдың бейнесін қояды. 2015 жылы көпшілік асыға күткен Форсаж киносының 7-ші бөлімі экрандарға шығады. Бұл жолы актерлар құрамында Пол Уокерден бөлек Вин Дизель, Джейсон Стейхем, Дуэйн Джонсон, Эльза Патаки, Мишель Родригес және тағы да басқалары болды. Франшизаның 7-ші бөлімі әлем бойынша 1,5 миллиард табыс тауып жаңа рекорд орнатады. Фильмнің соңында актермен қоштасатын сахна бар. Дәл осы жеріне келгенде Форсаждың көрермендері көз жастарына ерік бере алмады. Себебі сүйікті актерларын енді көре алмайтын еді. Актер шын өмірде де өте қарапайым болады. Дәл Форсаждағы образы секілді шын өмірде көлік жарыстарына қатысып тұратын. Ақпараттарға сенсек, оның гаражында жарысқа қатысуға арналған 30-ға жуық көліктер болған. Пол жастайынан спортты сүйді. Серфингпен айналысты. Одан бөлек джиу-джитсуға қатысады. Актер қайтыс болғаннан кейін оның жаттықтырушысы Пол Уокерді джиу-джитсудан қара бөлбеу егері деп танып құрмет көрсетеді. 2015 жылы актер Вин Дизель өмірге келген қызының есімін Полин деп қояды, яғни досы Пол Уокердің құрметіне. Ал актердің қызы Медоу Уокер әкесінің атынан қайырымдылық қорын ашып түскен қаражатты табиғат апатынан зардап шеккендерге аударуда. Пол Уокердің қайтыс боларға дейінгі табысы $25 миллион болған. Оның барлық қаражаты ресми түрде қызы Медоуға мұрагерлікпен қалады. Айтпақшы, 2023 жылы Форсаж 10 киносы экрандарға шықты. Пол Уокердің қызы Медоу осы фильмде эпизодтық рөл сомдайды. 2018 жылы актердің өмірі мен шығармашылығынан алынған «Мен Пол Уокермін» деп аталатын құжатты фильм жарыққа шығады. Бұл фильмнен актердің қарапайым өмірін, қызықты сәттерін, ерекше айтқан сөздерін көруге болады. Актердің 2 зәулім үйі болған. Сонымен қатар Лабрадор деген иті, ковбой деген жылқысы да бар. Ал гаражында BMW-ның 7 түрі, 3 Chevrolet, Nissan, Skyline, Ford, Audi, Toyota, Mustang, Suzuki және Harley Davidsonның мотоциклі де бар. Жуырда актердің көліктері аукционға өте қымбат бағада сатылды. Бұл қаражаттар Пол Уокердің қайырымдылық қорына аударылады. Актер Пол Уокер небәрі 40 жасында өмірден озды, егерде тірі болғанда биыл 50 жасқа толады екен. Ол аз ғұмырында үздік ер адам образы, экрандағы үздік дуэт және ең үздік ер адам стилі номинацияларын иеленді. Ал оның артында тарих болып қалған фильмдері керемет рөлдерін, шынайы адамгершілігі мен қайырымдылық істерін оның жанкүйерлері, достары сағына еске алуда. Достар, Пол Уокердің қай фильмдерін көрген және несімен есте қалды? Мысалы, мен Форсаждың барлық бөлімдерін көргем және Белый плен киносы өзіме қатты ұнайды. Өз ойларыңызды төмендегі комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта қай танымал тұлғалар туралы ақпарат күтесіздер, онда жаза кетіңіздер. Біз кезегімен шығарып тұруға тырысамыз. Бұл әлемдік танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамид, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.